Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Дерт көп, денсаулық біреу арнасына қош келдіңіздер. Бүгін құрманың бізге белгісіз емдік қасиеті мен пайдасы туралы айтылатын болады. Видеоны бастамас бұрын подписация батырмасын басуыңызды сұраймын. Құрма ыстық климатта өсетін пальма жемісі. 24 метр биіктікке дейін өсетін құрма пальмасы көбіне ыстық климатты аймақтарда өседі. Құрма ағаштары адам секілді аталық, аналық болып бөлінеді. Адам шашы тәрізді аталығының жапырағы тік және қысқа болса, аналық құрманың жапырағы ұзын және төмен қарай жайылып өседі. Ерекше көрік беріп тұрған төбе жағындағы әдемі шашақты жапырақтарының ұзындығы 5 метрге дейін жетеді. Олар өзге өсімдіктер секілді тозаңдау жолы арқылы емес, ұрықтандыру арқылы көбейеді. Аталығының ұрығын алып, аналығына салып, қолдан ұрықтандырылады екен. Жас ағаш ананың құрсағы секілді бүйірінен томпайып өсіп шығады. Белгілі бір уақыттан кейін ол аналық құрма ағашының бүйірінен бөлініп алынады да жақын жерге отырғызылады. Егер анасынан алыс жерге отырғызылса, өліп қалады екен. Салмағы 8 келіге жететін бір шоғырына 1000-нан аса жеміс бітеді екен. Әр ағашынан 40-80 килограммға дейін жеміс алуға болады. Бұл жеміс мұсылмандар үшін өте маңызды. Айша анамыздың айтуынша, пайғамбарымыз оразасын жас құрмамен, жас құрма болмаса кепкен құрмамен, ол болмаса сумен ашатын. Сол себепті құрмамен ауыз ашуды сүннет деп білген мұсылмандар қасиетті Рамазан айында дастарханға құрма қоюды игі дәстүрге айналдырған. Тіпті құрманы ауыз ашардың сәні деп те айтуға болады. Құрамындағы қант мөлшерінің көптігі ораза ұстаған адамның күні бойғы денесінің әлсірегенін кетіретіндігін айтқан мамандар құрманы жай уақытта да жиі жеп жүруге кеңес беруде. Құрма онкологиялық ауруларда, туберкулезді емдеу кезінде және ми қызметін жақсарту мақсатында қолданылады. Арықтағысы келіп, алайда тәттіден бас тарта алмай жүрген адамдар кәмпиттің орнына құрма қолданса болады, себебі олардың тәттіге қарағанда нәрлілігі аз. Ғалымдардың зерттеуі бойынша 10 түйір құрма адамға магнийдің, мыстың және күкірттің тәуліктік мөлшерін қамтамасыз етеді. Бұл жемісті шикі түрінде де, кептірілген түрінде де жей беруге болады. Құрмадан салаттар, компот, десерт, тіпті балды дайындайды. Құрма пальмасының жемістері қан қысымы көтеріңкі адамдарға пайдалы, себебі қан тамырының тарылуын баяулатады. Құрма күш қуатты көбейтіп, тонусты арттырады. Көптеген ауруларға көмектеседі, әсіресе экологиясы нашар аудандарда тұратын адамдарға жеуге кеңес беріледі. Аш қарынға желінсе, ішектегі құрттарды өлтіреді. Құрма бауырды қуаттандырады, асқазанды тазалайды, әлсіз бүйректі күштендіреді. Құрманы сүт араластырып қалампыр қосып ішсе, өкпенің қабынуы сияқты тыныс жолдарына шипа. Құрманың құрамында танин көп болғандықтан дене жарақаттарын тез жазады. Құрамында А, Е, Б дәрумендеріне де бай, алмадағы темірдің 2 есесі құрмада табылады. Сол себепті қан аз болған кісіге көп жеуіне кеңес беріледі. Жаңа босанған ана үшін таптырмас жеміс, өйткені ана сүтін көбейтеді. Сондай-ақ рак ауруына қарсы пайдалы, құрамында микробы жоқ жеміс. Құрма сүйектерін үгітіп, кофе қылып қайнатып ішсе, жүйке жүйесін тыныштандырып, демалдандырады. Сонымен қатар беттегі түрлі дақтарды және күнге күйгеннен қалған дақтарды кетіріп, бет пішінін қаз қалпында сақтап, әжімнің тез түсуінен қорғайды. Сонымен қоса, құрманы жатардан бұрын жесе, сал ауруына қарсы өте пайдалы. Медицинада құрманы бір күнде ең көп дегенде 5-еуін жеуге кеңес береді. Жүктілік кезінде көптеген әйелдердің біраз уақыт жүректері айнып, және де физиологиялық өзгерістерде жүреді. Нәтижесінде ағзаға калий жетіспеушілігі басталады. Осы кезде жүкті әйел құрамында осы элементі бар тамақтарды жеу тиіс. Калий құрмада көп мөлшерде бар деуге болады. Ол болашақ ананың ағзасындағы судың тепе-теңдігін сақтауға көмектеседі. Калий ағзаға, миға қажетті оттегіні алуға көмектеседі және де ойдың сергектігін қамтамасыз етеді. Мұнымен қоса, ағзаға қажетті суды және де бүйректегі қалдықтар мен зәрдің шығуын реттейді. Ағзадағы жеткілікті калий жоғары қан қысымын болдырмай, дененің терісіне жақсы әсер береді. Құрмадағы тағы бір минерал темір. Ол қанның қызыл жасушаларындағы эритроциттер түзуші гемоглобиннің жұмысын реттейді. Қан аздықтың алдын алады және де баланың дұрыс жетілуіне көмек береді. Эритроциттер оттегі мен көмірқышқылды алмастыруда маңызды рөл атқарады. Құрма темірге бай, сондықтан да күніне 10 құрмадан артық жеген адамға ағзаға қажетті темірді алған болады. Құрмада кездесетін кальций және фосфат қанқа мен тіреуіш әрі қозғағыш аппараттарының дұрыс қалыптасуын қамтамасыз етеді. Бұл жемісті үзбей жеу ағзаны сынғыш сүйек пен остеопороздан сақтайды.
Сонымен қатар құрма жыныстық функцияны жақсартады. Құрманың сүт, бал және кардамон қосылған тұнбасы бедеулікке көмектеседі. Себебі құрма флавоноидтарға бай болғандықтан табиғи афродизиак болып табылады. Жалпы құрма адамның асқа деген тәбетін жақсартып, жұмысқа деген қабілетін жақсартады. Жүйкені тыныштандырып, ұйқыны қалпына келтіреді. Ал енді құрманы қалай дұрыс таңдау керектігін білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Израильде жүргізілген бір зерттеуде құрма мен алма салыстырылған. Нәтижесінде алмаға қарағанда құрмада витаминнің көптігі дәлелденген. Бұған қоса түрік жазушысы Мехмет Алтанның «Шөлден жеткен шипалы құрма» атты құрманың қасиетін зерттеген еңбегінде құрма дәнінің де витаминге бай екендігі, сол себепті оны бір уақыт сорып жүргеннің адамға пайдалы екендігі жазылған. Сонымен қатар 6-7 құрманы бөлшектеп, бір кесе суға салып, бірнеше сағат тұрған соң суын сүзіп алып, күніне 2 мәрте ысытып ішіп отырса, 2 апта көлемінде бүйректегі тасты түсіретіндігі білдірілген. Құрманы қант деңгейі жоғары адамдарға күніне 10 құрмадан артық жеуге тыйым салынады. Әйтпесе, қант деңгейі бірден артып кетуі мүмкін. Сонымен қатар ішектің тітіркені белгілері бар адамдарға құрма жеу ұсыну. Кариес кезінде абайлап қолдану қажет. Ол үшін денсаулығыңызға әрқашан назар аудару керек. Кептірілген құрмаларды жегенде міндетті түрде су ішу қажет. Дүкенде дәмді құрманы қалай таңдауға болады? Қабығы жарылған жемістерді сатып алмаңыз. Бұл бұрыс сақтау шарттарын көрсетеді. Күңгірт түсті жемісті таңдаңыз. Ашық қоңыр құрмалар піспей жиналады және оларды қант шәрбатында ары қарай пісуге қалдырады. Жылтыр жемістерді сатып алмаңыз. Оларды майлы ерітіндімен жағуы мүмкін. Ең дұрысы ағашта табиғи жолмен немесе қағаз парағында кептірілген құрманы таңдау. Құрманы сатып алғаннан кейін олар шаңды және шамадан тыс жабысқақ болмас үшін оларды сумен шаюды ұмытпаңыз. Осымен бүгінгі құрманың ағзаға таптырмас пайдасы туралы видеомыз аяқталды. Соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Подписка мен қоңырау батырмасын басып, осы видеоны достарыңызға жіберулеріңізді сұраймын. Дерт көп, денсаулық біреу. Сондықтан дендеріңіз сау болып, өмірлеріңіз тек қуанышқа толы болсын. Келесі видеода көріскенше.